Таныс қойындар бұл Боб, және ол бүгін өзінің ең мықты қарсыласымен кездеседі. Өзінің психикасымен. Иә, таң қалмаңдар. Өлшеміне қарамастан Бобтың миы жақсы емес. Ол еңсеретін бірінші ауру ол өзінің екеуленуі. Боб біріншіден қуануы да мүмкін басқа адамдармен кездесуіне, мысалға бірінші кластың дамасымен, өрмекші адаммен және маймылды басқаратын Цезармен. Бірақ іс жүзінде бәрі оңай. Ұзаққа кетпей Бобқа түсетін шал, сәби және ұры. Ол ұзаққа жуытпай сәби мен шалды ұрлайды. Бобтың түсіну фактімен оның ішіне басқа адамдар өмір сүріп жүр екен. Ол Бобқа жан дүниенің шогын әкелуі мүмкін. Сонымен травматикалық синдромға барады. Сенің психикаңа келесі қарсылас болатын биполярлы бұзулар. Жеке симптомы болатын депрессияның алмасуы және әрдайым ояу жүру. Сен көңіл күйді шағылтып отыратын боласың, артынан мықты депрессияға айналып кететін. Әрине, биполярлы бұзылу өнерге де әсер етуі мүмкін. Саған үлгі болатын Винсент Ван Гог осы аурумен ауыратын. Бірақ өкінішке орай бұл Бобқа айтылмаған. Ол тоңазытқыштың есігіне де сурет сала алмайды. Міне, соңында сенің ең мықты қарсыласың шизофрения. Бұл ауру әртүрлі болып кездеседі. Бірақ оның көп симптомы болатын құлақ галлюцинациясы және жанама немесе фантастикалық бұзулар. Мысалға, әрдайым Бобпен біреу сөйлесіп жатқандай болады және оған қатал тәжірибе қояды. Бірақ қобалжыма Боб, бұған ем бар, электрошоктық терапияны қолдану. Бірақ ешқандай дауыссыз және кристалды таза шексіздік.